Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің Наз мемлекеттік би театры Абай Құнанбайұлының ертегісі желісіне құрылған әсім әңгімесі хореографиялық спектакль ұсынады. Алғы сөз Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, театрымыздың директоры Ақынбай Еркебұлан Мүлікұлына беріледі. Кеш жарық өнерсүйер қауым, біз мемлекеттік Наз би театры өте қуаныштымыз. Сіздермен тағы да көріскенімізге, тауышқанымызға мыңда бір рахмет. Осылай алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге бүгінгі мерекеміз құтты болсын. Ең біріншіден мына аяулы астанамыз Нұр-Сұлтан қаласы күнімен және ұлтымыздың ұлттық домбыра күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Соңғы күндері бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінен көптеген сұрақтар келіп жатыр бізге. Осы Наз би театрында жақында жаңадан спектакль болады. Ол спектакльдің бұрынғы спектакльдерден ерекшелігі қандай деп? Бұл спектакльдің ерекшелігі және бар. Абай атамыздың 175 жылдығына Қазақстан бойынша көптеген театрларымыз тамаша спектакльдер қойды. Абай атамызға арнап, ал біз ары бері ойлап, Абай атамыздың шығармасына қойды. Әзімнің әңгімесі деген поэмасы бойынша бүгінгі спектакль сахналанған. Бұл спектакль өте қызық, өйткені бас кейіпкеріміз бүкіл әлемді аралап кетіп, соңында тіпті жұмаққа да барады. Жұмақта бәрін көреді, жұмақта махаббатты да көреді, мейірімді де көреді, оның алдында қорлық, зорлықты да көреді. Қысқасы, Абай атамыз осы поэмада адамның барлық қыр-сырын көрсеткен, жан-жақта. Жақсысын да көрсеткен, мінезін, жаманын да көрсеткен. Сондықтан осындай бір өте қызық спектакліміз болды. Соны тамашалауға тағы да бір сіздерге мың алғыс білдіремін. Сіздерге рахмет. Жақсы демалыс, жақсы спектакль, осындай жақсы бай беріп, жақсы көңілді бол. Қайтыңыздар. Сіздерге мыңда бір рахмет. Жақсы демалыңыздар. Бір сөзім мың бір түннен оқып көрген, өлең қып сол сөзімді айтқым келген. Болыпты ағайынды екі жігіт, Бағдатта Мұстапа мен Сапа деген.
Кеше балаң, келдің ғой талай жасқа. Көз жетті, бір қалыпта тұра алмасқа. Адамды сүй, Алланың хикметін сез. Не қызық бар, өмірде одан басқа. Жас қартаймақ, жоқ тумақ, туған өлмек. Тағдыр жоқ, өткен өмір қайта келмек.
Басқан із, көрген қызық артта қалмақ. Бір Құдайдан басқаның бәрі өзгермек. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ. Бүгін өмір жарқылдап, алдар бірақ. Ертең өзің қайдасың, білемсің? Өлмек үшін туғансың. Ойла шырақ. Бұл өмірдің қызығы махаббатпен. Көрге кірсең үлгілі жақсы атпен. Арттағы сөзіңмен ісің қалса, өлсең де, өлмегенмен боласың тең.
қыздары. Қарлығаштар. Қасымдық сақшылар. Қақпасының қорғаушылары, сұлу сақшылар, Карина Рыбкина, Анар Шналиева. Медресе ұстасы, мәдениет саласының үздігі Азамат Бектеміров. Айлакер шағының ізбасары Қайрат Молдаханов. Мұстафа Асқар Мәден. Сапа Мағдулан Жеңізов. Бұлбұл қыз Мадина Көшімбаева. Самұрық қыз Еркінбек Аубакиров. Айдаһар Шыңғыс Түсіпбеков. Әсімнің анасы мәдениет саласының үздігі Айнагүл Тұрсынова. Жас ана рөлге Айдана Дайлабекова. Абай бейнесіне Умар Хисенаев. Айлакершан мәдениет саласының үздігі Ахон Рысқалиев. Әсім рөлге Умар Мұхамедалиев. Oyuncu Zaviyakov'da Sakit Kuzbayev. Mira Baykubova. Omar Nizinayev. Alexandra Bernova. Libretto авторы және театр директоры Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Еркебұлан Ағыбаев. Музыка авторы және музыкамен өңдеген Қорғанбек Ержан. Киім дизайнері, дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Ақбота Тоқтасынова. Театрымыздың көркемдік жетекшісі Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қадиша Ағымбаева.